Құрметті көрермендер, біз әсем әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға мобилография саласынан хабар бар мейманымыз келіп қалыпты. Аяжан, таныстырып өтсек? Әрине, енді толығырақ таныстырып өтейін. Лучший мобилограф тараз 2021 атағын алған Тоқтар Әмірбек есімді біздің қонағымыз келіп қалыпты. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таң көңіліңіз қалай? Керемет. Енді дамыған заман, енді осындай керемет атақты алуға қандай сізге тың идеялар келді? Сіз сосын барып сәтті кадрларыңызды айтып өтсеңіз. Жалпы мобилография саласына келгеніме 2 жыл уақыт болды. Жалпы келуіме бас себеп болған Қыран Талапбек ағамыздың осы инстаграмын көріп, сол кісіге деген қызығушылық, сол кісіге деген еліктеп, осы курсты алған болатым, сол кісі сияқты дәрежеге жеткім келеді деп. 2021 жылы курсты алдым, көктем мезгілінде. Курсты алып, одан кейін 1 жылдан кейін осы номинацияға иелендім. Енді осы номинация бойынша байқау қай жақта? Номинация жалпы байқау Тараз қаласында өтті. Тараз қаласында үздік видеограф, үздік мобилограф, үздік фотограф. Осы 3 бағыт бойынша қаланың үздіктерін анықтады. Ол жақта видео мен фото бойынша жарысты. Демек, барлық қатысқан қатысушылар саны 57, басқа қалалардан. Жалпы бұл республикалық конкурс болды. Соның ішінде 15 адамды үздік деп таныды, және 15 адамға ақшалай жүлде сыйлықтар берді. Енді сіз қай бағытта видео түсіресіз? Мен мобилография. Енді жоқ, ол түсінікті ғой. Соның төңірегіндегі ма? Иә, соның төңірегінде қай бағыттағысы? Жалпы көбінесе фэшн съемка. Демек, модельдермен және көлік түсіру, кар съемка. Love story-ді түсіремін, бірақ негізгі бағытым осы 2 бағыт. Кар съемка және де фэшн съемка. Енді алдағы бағытта енді қарап отырсам өзің оқушы секілдісің. Алдағы бағытта осы мобилография мамандығымен кетуге жоспар бар ма? Қазір 11-ші сынып, енді негізгі сынып қой, ойланып қадам басатын сынып. Сондықтан осы салаға барсам ба деген ниет болып отыр. Өзім мамандығымды алып отырып, және қосымша мобилографияны өзіммен алып жүру. Енді мобилографта ойға сыймайтын тың кадрларды алады. Біз білмейтін дейді. Көбінесе сырттан күледі. Енді күліп жатады, үшінші көзі бар дейді олардың. Енді идеяларды қайдан аласыз? Өз басым идеяларды басында инстаграмнан алатын. Қазір, шынымды айтсам, бірінші өлеңге таңдап алам, керек өлең таңдайым, музыканы. Және де сол өлеңді ұзақ уақыт тыңдап жүремін да, сол өлеңнің ырғағымен уже идеялар түсе бастайды. Тек мына жақта мынандай кадрлар түсу керек, мына жақта мына кадр түсу керек деген. Алдыңғы мейманымызда сол музыка арқылы идея туындайды деп айтқан болатын. Онда мобилография мен шабыт та беретін, идея да беретін сол музыка өз басыма. Енді жұлдыздармен жұмыс істейсің ба? Қазақстанның мысалы танымал әншілерінен Қайрат Нұртаспен, және де осы жақында Төреғали Төреәлінің жеке мобилограф болдым. Сол кісілермен жұмыс жасаймын. Енді жасырмыз табыс көзі қалай? Табыс көзі шүкір асыруға жетеді. Айлығым шайлығыма жетеді десең. Енді жеке курсыңыз да бар екен, естуіміз бойынша. Ол жөнінде айта өтсеңіз, біздің көрермендерді көріп отырған шығар осы тұста. Жеке курс, жалпы курстың өзі 2 түрге бөлінеді, офлайн және онлайн. Қазір таңда менде көбінесе офлайн, онлайн курс әлі қолға алған жоқпын. Офлайн қазір таңда барлығын айтсам, бір 20 шәкіртім бар. Жеке оқығандар саны 10 шәкіртім бар. Олардың әрқайсысы қазір түсіріп, жеке проекттер алып, жалпы өзін асырап жатыр. Оған басында қандай тапсырмалар бересің мысалы? Курс барысында ең негізгі тапсырмалар видеоны қалай түсіру керек. Мысалы бір модельді аламыз, мысалға модельге барамыз, соны қандай ракурстардан алу керек, қай жерден түсіру керек, музыканы қайдан таңдаймыз, идеяны қайдан аламыз. Сол секілді бірінші тапсырмалар береміз, одан кейін сол видеоны аяқтау, монтажын жасау, видеоны аяқтап келеді. Ең алғаш түсірген видеоңыз есіңізде ме? Ең алғаш түсірген видеом әрине есімде. 2021 жылы бағана айтқандай курсты оқыдым. Курсты оқығаннан кейін 2 күннен кейін Қыран Талапбек ағамыздың отказдан қорықпа деген стимул бар, ұстанымы бар. Және сол бойынша бардым да осы Қайқармет 9-шы мөлтек ауданында сол жақтағы бутиктерге кіріп, жеке өзім ұсынып шықтым. Бастап жатқан мобилограф едім, түсіріп берсем бола ма деп. Әрине барлығы отказ берді. Келіскен тек 2 ғана. Біреу тегін, біреу ақыға.
сондағы ең бірінші тапқан табысым 2,5 теңге видеодан. Қызық екен. Енді сізге де осы сауалды қойып өтейін, біздің күн сауалынан. Суретке сәтті түсудің сыры неде? Сәтті түсудің. Иә, сәтті түсудің не сәтті Және түсірудің? Енді бұл жақта екі тарапқа да байланысты ғой, түсіп жатқан адамға және түсіріп жатқан адамға. Және де немен түсіріп жатсыз? Енді қазір таңда көбінесе мобилографияға керек телефон ол iPhone. Себебі iPhone-ның бұрыннан келе жатқан құдіреті бар да камерасында. Оның сырын біреу білсе, біреу білмейді. Енді көбінесе мен ойымша модельге байланысты деп ойлаймын. Енді біз егер мобилограф болсақ, бізге телефон қажет дедіңіз. Тағы да біз білмейтін қандай құрылғылар керек мысалы? Жалпы керек заттар, айта кетсем, штатив, және кальциевый лампа, софтбокс, көптеген шамдар бар, керекті светтер бар. Одан кейін ең басты нәрсе видеода ол петличка. Дауыстың анық шығуы да. Сол дауыс қаншақты анық шығады, қаншақты видеоңыз қанық, сол бойынша видеоңыз әдемі шығады. Жалпы ең бастысы керек, адам өзінің саласы қайсыған жақын, мысалы, сіздер интервью түсіретін болсаңыз, сіздерге телефон қойып түсіретін штатив қажет. Қараңғы жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, свет қажет деген секілді. Бізге тағы петличкадай қажет, е? Енді өзіңіз тапсырыс қаншалықты жиі түсіп тұрады? Тапсырыс жасамайын, айына негізгі өзім қазір бір штатта бір мекемеде жұмыс жасаймын. Ол жақта айлыққа және де одан бөлек 5-6, көптегенде 10 тапсырыс түседі айына. Мысалы, букмекерлік кеңселеріне жарнама жасап бер десе жасайсың ба? Енді менің мақсатым ол жақта мен жарнамаламаймын. Менің мақсатым тек видеоға түсіріп беремін. Егер ол маған пайда болса, мен оларға түсіріп беремін. Бірақ енді ол біреуге кері әсерін тигізетін болса, халықты алдау мақсатында болса, әрине отказ беремін. Енді әлеуметтік желіде белсендісіз? Енді өте белсендімін десем болады. Бірақ енді аудиториям қатты көп емес. Бар адамдардың өзіне, мысалы 200 адам, 300 адам болса, сол адамдарға өзім күнделікті өмірімді, жұмыстарымды салу арқылы сол атмосфераны бергім келеді. Енді сіздің ең сәтті түсірген кадрыңыз? Ең сәтті түсірген кадрым жалпы видео саласында ма немесе видео? Осы ең алғаш емес, ең сәтті шыққан кадрыңыз айтсаңыз. Ең сәтті шыққан. Шынымды айтсам, осы Төреғали мырзамен жұмыс жасап жүрген кезде өзіме ұнаған кадрлар осы кезде болды. Уже жаңа әлемге басқаша көзқараспен қарап, басқа танымал адаммен жұмыс жасағасын, жақсы идеялар туындайды екен. Соған байланысты видеоларды өзіме ұнай бастады соңғы уақытта. Төреғали деп отырсың, енді әнші, қазаққа танымал әнші сені қаяқтан тапты, қалай тапты? Ол кісінің көмекшісі бар. Көмекшісі маған хабарласып, Алматы қаласына барған болатын. Сол жақтан хабарласып, кездесіп, келіскен болатынбыз. Осы мобилограф керек, сіз келе аласыз ба? Барып, келісіп, ары қарай жұмыс жасап кеттік. Енді курс деп жатырмыз жаңа. Курс қанша күнде өтеді? Жалпы курс бағдарламасы 6 күн, 7 күн. 6 күн негізгі сабақтар өтетін болса, 7-ші күн марапаттау рәсімі. Неге аз күнде өтіледі? Аз күнде себебі 6 күн меніңше жеткілікті. Себебі әр күн сайын жалпы съемканың өзі 5-6 түрге бөлінеді ғой. Машина түсіру, модель түсіру, бір үлкен компаниялар түсіру болса, осы 6 съемканы 6 күнге бөліп тастаймыз. Бір күнде бір съемканы түсіріп, соны монтаждап, бір съемканы бір күнде аяқтауымыз керек. Ең бірінші күні курста не істейді? Ең бірінші күні негізгі сабақ, кіріспе сабақ өтіледі. Кіріспе сабақ одан бөлек сабаққа керек бонустар, өзімнің қолданатын құпияларым, видеоны қалай дұрыс түсіру, телефонның настройкалары. Негізгі кіріспе сабақ осы бірінші күні болады. Және де армен қарай ең бірінші съемкамыз біздің фуд съемка болады, тамақ түсіру. Демек, кішіден бастаймыз. Енді бізде тілек кітапшасы бар. Өзіңіздің таңғы тілегіңізді осы кітапшаға жазып өтсеңіз, Қайырлы Таңда ұжымына. Енді мен ойлаймын, жақсы осы сәтті кадрларды шығару үшін жаңа адамдар айтып жатыр, бізге ұялы телефон қажет деп жатыр, мысалы, iPhone телефоны қажет деп жатыр. Енді өзің қалай ойлайсың, Мұхамедқали? Осы орайда біздің көрермендерге де қызық болатын шығар деп ойлаймын. Осы біздің
сәтті кадрларды шығару үшін телефон аса қатты маңызды деп ойлайсың ба? Енді бір қонағымыз, енді мейманымыз маңызды деді. Бір қонағымыз, алдыңғы келген Назар есімді қонағымыз, тіпті қарапайым телефонмен де мобилография видеоны түсіруге болады деп отыр. Бұнда бұл жақта бір екі дайлы пікір қалыптасатын секілді. Бірақ менің өзімнің ойымша керек iPhone мысалға соңғы модельдегі телефон керек секілді. Өйткені оның түрлі функциялары бар, керемет. Сапасы жағынан да жоғары. Стив Джобс атамызға осы мобилографтар рахмет айтып жатқан шығар осы сәтте. Әрине, енді тілек жас болған шығарсыз деп ойлаймыз. Көп рахмет. Енді алтындай уақытыңызды қиып бізге келгеніңізге сізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта осы мобилографияның биік шыңына шығыңыз дегіміз келеді. Тапсырыстарыңыз көбейе берсін дегіміз келеді. Көп рахмет. Сізде бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырып, келесі әсем әнге береміз.